Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен фруктовый шай дайындайтын боламын. Менімен бірге видеоны соңына дейін көріңіздер. Егер менің арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркелу батырмасын басып қоюды өтінемін. Себебі алдағы уақытта көптеген жаңа рецепттермен сіздерді қуантатын боламын. Жемісті шайды дайындау үшін бізге мята қажет. Кез келген шайдың дәмін әдемі келтіретін осы мятаны міндетті түрде қолданыңыздар. Одан кейін ішіне нават саламыз. Егер сіздерде нават болмаса, оның орнына қант немесе бал қосуға да болады. Одан кейін 2 тілім апельсин қостым және жіңішке етіп туралған алма тілімдерін салдым. Одан кейін 2 тілім лимон қостым және қатырылған қарақаттарды салдым. Кез келген үйдегі жеміс түрлерін қолданып пайдалансаңыздар болады. Және жарты шай қасық корица қостым. 1 шай қасық көк шай, 2 шай қасық қара шай қостым. Үстіне қайнап тұрған суымызды құямыз. Мінекей біздің шайымыз дайын болды. Осы шайымызды енді қақпағын жауып, 10 минутқа тұндырып қоямыз. Шайды қолданар алдында қасықпен бірнеше рет араластырып жібереміз. Шайымыз дайын болды, ас болсын.